Солтүстік Қазақстанда 4 миллионға жуық астық бастырылды. Өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов облыстағы ауыл шаруашылық саласы қиындықтарға қарамастан дамып келе жатыр деп ауыз толтырып айтып отыр. 10 айдың қорытындысы бойынша жалпы өнім көлемі 775 миллиард теңге болған екен. Облыс диқандары үшін қолайсыз ауа райы егін жинауға кедергі келтірсе де, астық тиісті деңгейде жиналды дейді өңір басшысы. Оған қарамастан облыс диқандары гектарынан 11,1 центтер өнім алды. Бұл басқа аграрлық өңірлер арасында ең жоғарғы көрсеткіш. Нәтижесінде егін жинау алқабы ең аз болғанымен 3,7 миллион тонна астық жиналды. Майлы дақылдар 685 мың гектар алқабында жиналған болатын. Бұдан бөлек өңір әкімі биыл Петропавлда жылумен мәселе болмайды деп сендіріп отыр. Ғауез Нұрмұхамбетовтың сөзінше қаладағы жылу электр орталығын жөндеуге инвестор 12 миллиард теңге бөліпті. Ал оның 1,8 миллиард теңгесі түтін мұржасын жасауға кетеді екен. 180 метр көтеру керек. Сонда мердігер компаниясы бар. Соны көтеретін конкурстан өтті. Жұмыстарды істеді, бірақ 36 метр көтерілген кезде айтып жатырмыз, отклонение от оси болды. Қазір жұмыстарды тоқтатты олар. Бірақ график производства работы бар, жұмыстарды жүргізіп жатыр. Қазір енді оны отклонение болғаннан кейін соны демонтаж жасап жатыр.